Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат Әбдіғали кітаптар әлемі жобасы. Бүгін жазушы Нағашыбек Қапалбекұлының «Миллионер» кітабын таныстырамыз. Нағашыбек Қапалбекұлы қазіргі таңдағы реалист жазушыларымыздың бірі. Осы уақытқа шейін 60-қа жуық кітап шығарған қаламгер өмір шындығын көркемдік шындыққа айналдыру барысында тынбай еңбек етіп келеді. Оның «Миллионер» атты соңғы кітабы да адамдардың сан қилы тағдырларын көрсетуге құрылған. Алдымен осы жинаққа енген «Жер жүрегі» атты повесіне тоқталайық. Шығарманың бас кейіпкері Ғалымжан ауруханада хирургия бөлімінде жатыр. Ауыр науқастың күндері санаулы. Бір танысы оны оңтүстік Кореяға жібермекші болады. Ал науқастың өзі болса, аса бай адам. Шыбын жан үшін қолында бар дүниені түгел беруге даяр. Ол бұнысын жасырмай, жаңағы көмектескісі келетін кісіге «Мен бәрін де беремін, менде бәрі бар. Тек өмірімді аман алып қалсаң болды» дейді. Бұл енді кез келген адамның басында болатын психологиялық ахуал. Өмірінің күндері санаулы болып қалған Ғалымжан аз уақыттың ішінде сол өткен өмір жолдарын електен өткізеді, ойша шолу жасайды, өмірдегі жетістіктері мен қателескен тұстарына тоқталады, адамдар арасындағы қарым-қатынасын да сараптайды. Осы ситуациялар белгілі бір дәрежеде грузин жазушысы Надар Думбадзенің «Мәңгілік заңы» романының эпизодтарын еске түсіреді. Осы шығармада да бас кейіпкердің ауруханада жатқан сәтінен басталатыны оқырмандар есінде болар. Бірақ қазақ жазушысы Нағашыбек Қапалбекұлының «Жер жүрегі» повесіндегі ұстанымы басқаша. Адам тағдырларын електен өткізуі де қазақи рухта жазылған. Мұнда бас кейіпкердің шешуші сәттері әсерлі беріледі. Оның армандарының дағдарысқа ұшырауы, үміт пен сенімнің бәсеңсуі, махаббат пен достықтағы қателіктер, кедергілер, өмірде болатын жағдайлар, мұның бәрі ең бастысы оқырманын сендіреді. Бүгінгі таңда көптеген туындыларымыздың идеялары жақсы болғанымен, оны беру мәселесінде жеткізу жағдайында кемшін тұстар аз емес. Тәсілдегенде ең алдымен есімізге түсетіні тіл көркемдігі, сюжет құрау, образдардың қанық шығуы. Біз айтып отырған Нағашыбек Қапалбекұлының тілі әдеби тұрғыдан әбден піскен, жетілген деуге болады. Тәжірибесі көп жазушы бұл жағына қатты мән берген. Сондықтан да кейбір шығармаларда ұшырасатын нашар сөйлемдер, олқы сөз тіркестері аталған кітапта жоққа тән. Жазушының қалам жұмысына жауапкершілікпен қарайтыны көңілден шығады. Образдарының бояулары қанық, оқиғалары ойландырып отырады. Сіз ол туындылардан өз бейнеңізді көріп қалуыңыз ғажап емес. Жинақта автордың «Көз» деген тағы бір повесі бар. Ол шығарманың да оқиғалары осындай қызықты ситуациялармен баяндалады. «Шер», «Миллионер», «Елес» деген әңгімелері бұрын баспасөз беттерінде жарияланған. Ал мына кітапты оқу барысында тағы да бір ерекше жағдайларға куә боламыз. Тәрбиелік мәні зор шығармалар жазушының деңгейін көрсететіні сөзсіз. Біз авторды қазіргі таңдағы шебер қаламгерлердің бірі деп сеніммен айта аламыз.